Ассаламу алейкум қыздар, келіп жеткен қасиетті Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болғай. Аллах тағала мол сауаптан жазып, екі дүние бақытына жеткізгей. Алла қаласа Рамазан айында 30 күн бойына сіздермен әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мен жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ендеше бисмилля деп жұмысымызға кірісейік. Алғашқы ауызашарға тойымды әрі тез дайындалатын тағамды ұсынғалы отырмын. Ол үшін бізге осындай тауық еті керек. Тауықтың кез келген бөлігінен пайдалансаңыздар болады. Мен тауық санымен аздап төс етінен пайдаландым. Енді тауығымызға бір ас қасық соя соусы, бір ас қасық томат, бірнеше тіше ұсақтап туралған сарымсақ және де бір орташа үккіштен өткізілген пиязымызды саламыз. Дәмдеуіштерде мен кориандр, мантыға арналған приправа, бұрыш, тұз және де паприканы пайдаландым. Арнайы бір дәмдеуіш немесе арнайы соя соус немесе томат қосу деген шарт жоқ. Үйлеріңізде маринадтауға болады деген қандай зат бар, қандай дәмдеуіш бар, соның барлығын қосып жасай берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып, бетін жауып, кем дегенде жарты сағатқа маринадтауға қойып қоятын боламыз. Етіміз маринадталғанша осындай ирек пышағымызбен көкөністерімізді турап алатын боламыз. Осындай пышақтарыңыз болса, міндетті түрде пайдаланыңыздар. Көкөністеріңіз өте әдемі көрінеді, бір жағынан тәбетті ашады. Мен картопты және де сәбізді пайдаландым. Сіздер қосымша қырыққабат қоссаңыздар болады, кәді қоссаңыздар болады, өздеріңізге ұнаған көкөністерден дайындай бересіздер. Ал дәмдеуішіне де шектеу жоқ, өздеріңіз ұнатқан дәмдеуішті қосасыздар, аздап сұйық май қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Менде арнайы пешке салуға арналған осындай шыны ыдыс, түбін аздап майлап жібердім. Егерде сіздерде противень болатын болса, сіздерде майлап жасасаңыздар да болады, немесе мейлінше қолдарыңызда пергамент немесе фольга қағазы болса, соларды төсегендеріңіз дұрыс. Енді ыдысқа алдымен көкөністерімізді салып, аздап тегістеп аламыз. Мен көкөністерді маринадтайтын кезде сарымсақ қосуды ұмытып кетіппін, сондықтан ұсақтап турап осылай бетіне әр жеріне салып шықтым. Көкөністердің үстінен алдынан маринадтап қойған тауығымызды реттеп, әдемі етіп салып шығатын боламыз. Енді сақтық үшін ыдыстың бетін фольгамен жабатын боламын. Бұлай жасасаңыздар, бір жағынан еттеріңіз, көкөністеріңіз күймейді, бір жағынан өз буында өте керемет болып пісіп шығатын болады. Алдынан қыздырылған 200 градустағы пешімізге салып, 50-60 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Тағамымыз дайын болуға 15 минуттай қалған кезде салат жасауға кірісеміз. Мен өте оңай дайындалатын, әрі барлық адамға ұнайтын балғын салат дайындадым. Свежий салат деп айтып жатамыз ғой. Сіздерге бұл салат ұнамайтын болса, басқа салатпен алмастырсаңыздар болады. Бірақ дәл осы балғын салатпен тауықтарыңыздың дәмі өте керемет үйлесетін болады. Барлығын осы ирек пышақпен әдемі етіп турап, үстінен тұз бұрышын сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Свежий салатқа міндетті түрде бұрыш қосып жасап көріңіздер. Дәмі ерекше болып шығатын болады. Бұл салатқа сарымсақ пен пияз қосып жіберсеңіздер, дәмі тіптен керемет болады. Менің жолдасым ұнатпағандықтан мен пиязсыз, сарымсақсыз дайындадым. Енді дайын болған салатымызды әдемі тәрелкемізге салып аламыз. Осы аралықта біздің тағамымыз да дайын болады. Иісімен буы бұрқырап, өте керемет болып шығары анық. Дәл осы рецепті пайдаланып, ауызашарға қарапайым әрі әдемі етіп дастархан жайыңыздар. Отбасыларыңызға бұл тағам ұнайды деген ойдамын. Ораза ұстаған барша жандар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.